Сәлем достар, қалайсыздар? Сізбен бірге мен Эмма Қоштай. Достар, мен бүгін «Арманға жетер жол» деген жаңа сериал бастаймын. Ал достар, біз кейіпкерді таныстыра кетейік. Бұл аты Гаухар, ал екі інісі болады, аты Дамир, Амир болады. Ал бастайық киномызды. Сәлеметсіз бе, Гаухар? Сәлеметсіз бе? Сізді Қазақстанда ең бай кәсіпкер дейді. Иә. Егер құпия болмасаңыз, қалай осындай бай кәсіпкерлерге жеттіңіз? Қысылмай айта кетіңіз. Ол менің бала кезімнен басталатын еді. Так, қазір бірдеңе болса пісіп беремін. Бірақ жұмыртқа екен, жарайды, қанағат етейін. Мен қорып бере салам. Міне балалар, сіздерге бірден қорып беремін. Ей, мынау күйіп жатыр ғой. Жүріңдер, қаш, жүр. Жүр, тез. Не болды? Үйдің ақшасы. Үй өртеніп жатыр. Ойбай, не дейді? Істедің сен тағы да. Ештеңе істеген жоқпын. Осылай кезде нәпақа табатынмын. Сонда күніне қанша табасыз? 4,5, 3 мың, 2 мың дегендей. Аха, түсінікті, жалғастыра беріңіз. Сәлеметсіз бе, маған бір киім берсеңіз? Қандай? Киімдер бағасы қандай? 3,5. Онда маған киімді берсеңіз, ала беріңіз. 3,5 теңге болады. Аха, міне түсінікті. Сіз не қалайсыз? Былай тұра ғой. Маған бер. Бүгін сауда күшті өтті, жүріңдер үйге, сіздерге бір нәрсе әкеліп беремін. Міне астарыңыз дәмді болсын. Жақсы, рахмет, бара бер. Солай мен бір өзімде қызметші болып, тазалықшы болып сөйтіп жүретін едім. Аха, жалғастыра беріңіз. Жүріңдер үйге, көп ақша таптық бүгін. Бірақ біз қайда барамыз, үйіміз жоқ қой. Ештеңе етпейді жүр. Сәлем. Сен онда тұрсақ бола ма? Иә. Рахмет, келіңдер.